Assalamu alaikum dostlar, barchangizga salom. Xayrli kun. Bugungi og'izashar vaqtga osындай өте пайдалы әрі түрі сондай әдемі үстелдің сәнін ашатын, жегенге өте жеңіл, жасалу жолы оп-оңай, сонымен қатар құрамындағы заттары да қолжетімді, ерекше салат дайындадым. Достар, бұл салатты дым ойланбастан өздеріңіз отбасыңызға ұзашар уақытқа дайындап берсеңіз болады. Бір жегеннен отбасыңыз ғашық болатын өте керемет салат екеніне бүгін тағы да көзім жетті. Біздің барлығымызға ұнады. Ең алдымен қызылшаны мұқият жуып алыңыз. Жуып болған қызылшаны фольгаға орап, пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Қызылшамыз пеште пісіп жатқан кезде өзімізге қажетті көкшөптерді орташа көлемде қылып турап аламыз. Бұл жерде қандай көкшөп қоссаңыздар да өз қалауларыңызда, және де пышақпен турасаңыз да, немесе қолмен үзіп салсаңыз да өз еркіңіз біледі. Мен екі түрлі көкшөпті пайдаландым. Біреуі салат жапырағы, екіншісі рукола. Осы сәтте қызылшамыз да пісіп үлгерді. Қызылшаның қабығын ашып, оны да орташа көлемде қылып турап алдым. Рукола мен салат жапырағы қойылған ыдыстың үстіне қызылшаны видеодағыдай етіп орналастырып шығамыз. Және мен апельсинді пайдаландым, оның да қабығын ашып тазалап алып, қызылшаның көлемінде қылып турап алдым. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, апельсинді де салаттың үстінен осылай етіп орналастырып шығамыз.
Одан кейін салаттың үстінен грек жаңғағын қостым. Яғни салаттың құнарлығы, бізге денсаулығымызға берер пайдасы арта түсу үшін осылай жаңғақ қосып жасасаңыздар болады. Қандай жаңғақ түрін таңдасаңыз да өз қалауыңызша. Ұсақтап туралған жаңғақтарды да салаттың бетіне сеуіп шықтым. Кейіннен салаттың үстіне жарты шай қасық көлемінде творожный сырды салып шықтым. Бұл жерде творожный сыр салу міндетті емес. Үйде қандай сыр бар, соны салсаңыз болады. Фета немесе кәдімгі сырдың түрі болса, соны пайдалана беріңіз. Салатымыздың үстіне зәйтүн майын құйып шықтым. Бұл соустың дәмін отбасымызбен сүйіп ұнатқандықтан, дәмі келетін болса, әрбір салатқа қосуға даярмыз. Сіздер де қосып көрсеңіздер болады. Салатыңызға ерекше дәм беріп, және де әдемілік береді. Достар, сіздерге бүгінгі салатым ұнаса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, және де күнделікті видеоны көріп отыру үшін қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Балаями.